Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар мен балалар. Дүниетану сабағы, сабағымыздың тақырыбы магнит. Табиғатта магнит үлкен кесек тас магнетит түрінде кездеседі. Оның магниттік өрісі бар, және ол темірді өзіне тартып алады. Магнит тарихымен танысайық. Ежелгі заманда грек бақташысы Магнес қойларды бағып жүрді. Ол темірмен шегеленген сандалдар мен темір ұшы бар таяқтың жерде жатқан қара тастарға жабысатынын байқады. Ол таяқты аударып, ағаштың бұл тасқа тартылмайтынына көзін жеткізді. Сандалдарын шешіп, жалаң аяқтың да тартылмайтынын көрді. Магнес бұл тастың темірден басқа материалдарды тартпайтынын түсінді. Бақташы бұл тастардың бірнешеуін өзімен бірге алып кетіп, көршілерін таң қалдырды. Бақташының атынан магнит деген атау пайда болды. Магниттің пайдасы. Магнит арқылы зауыттарда темірді тауып алады. Магниттік жабдықтар ауруханаларда емдеу және диагноз қою үшін пайдаланылады. Магнит адамдарға кеңістікте жол табуға көмектеседі. Магнит арқылы телефон тұтқасында, магнитофон мен теледидар динамигінде дыбыс естіледі. Компьютер мен пластик карточкаларындағы мәліметтерді магниттеу арқылы жазады. Магниттің бір жағы оңтүстік полюс деп аталады да, қызыл түспен боялады. Екінші жағы солтүстік полюс, және ол көк түспен боялады. Магниттер әртүрлі жақтарымен тартылады. Магниттер бірдей жақтарымен тебіледі. Есіңе сақта. Темірден және оған ұқсайтын металдардан жасалған заттардың магниттік қасиеттері бар. Мысалы, қайшы, шеге, бұрағыш. Ағаштың, пластмассаның, қағаздың, матаның магниттік қасиеттері жоқ. Сондықтан олар магнитке тартылмайды. Ал енді тәжірибе орындайтын уақыт келді. Бірінші тәжірибе. Суретке қара. Суретте суы бар стақанның ішінде қағаз түйрегіші жатыр. Қалай ойлайсың, бұл түйрегішті қолды суға батырмай қалай алып шығуға болады? Бізге көмекке магнит келеді. Әлі де сенбейсің бе? Онда келесі бейнероликті көріп, қалауынша өзің бұл тәжірибені орында. Бірінші тәжірибе. Қолды суға батырмай, қағаз түйрегішін стақаннан қалай алып шығуға болады? Қағаз түйрегіштерін алып, суы бар стақанға саламыз. Бәріміздің үйімізде тоңазытқышқа жабыстырылған магниттер бар. Соның біреуін алып, оны стақан бойымен жүргіземіз. Түйрегіштер магнитке тартылып, онымен бірге көтеріледі. Магнит күші өте көп. Ол стақаннан және судан өтеді. Екінші тәжірибе. Суретке қара. Магнит қағаз арқылы әсер ете ме? Ол дәптердің бетіндегі түйрегішті қозғалта алады ма? Иә, бейнероликті көріп, өзің бұған көзіңді жеткіз. Екінші тәжірибе. Магнит қағаз арқылы әсер ете ме? Түйрегіштерді қозғалта алады ма? Бұны тексеру үшін қағаз түйрегіштерін алып, оларды дәптердің бетіне қоямыз. Және де бізге магнит керек болады. Бір қолмен дәптерді көтеріп, екінші қолымызбен магнитті дәптердің астына қоямыз. Оны қозғалта бастаймыз. Түйрегіштер қозғалады. Яғни магнит қағаз арқылы әсер етеді. Тәжірибе ұнады ма? Онда оны өзің орындап көр. Кестені толтыр. Қажетті смайлды боя. Кестеде магнит суретінің астында тартады және тартпайды деген сөздер жазылған. Ал магнит суретінің оң жағында әртүрлі заттардың суреті салынған. Бұл кестені толтыру үшін магниттің бұл заттарды тартатынын
не тартпайтынын анықтап алуға жетпіз. Өзің магнитті алып, осы заттарға апарып көр. Шегелерді магнит тартады ма, әлде тартпайды ма? Дұрыс, тартады. Дәптерді тартпайды. Қағаз түйрегішін тартады. Қарындашты тартпайды. Көйлекті тартпайды. Өшіргішті тартпайды. Қайшыны тартады. Тәжірибені орында. Жасанды магнитті жаса. Біріншіден, қатты магниттің астына қағаз түйрегішін іл. Егер оған тағы бір түйрегішті апарсаң, жоғарғы түйрегіш төмендегісін магниттейді. Осылайша бір-біріне ілулі түйрегіштерден тізбек жасап көр. Екіншіден, магнитті алып таста. Осы түйрегіштердің біреуін алып, басқасына апар. Түйрегіштің өзі магнитке айналатынын байқайсың. Қай сурет дұрыс? Қайсысы бұрыс? Бірінші суретке қара. Бұрама шеге магнитке тартылады. Сурет дұрыс па? Иә, дұрыс. Өйткені ол темірден жасалған, сондықтан магнитке тартылады. Екінші суретте магнитке тартылған шұлық салынған. Осылай болуы мүмкін бе? Жоқ, шұлық жіптен тоқылған. Магнит оны өзіне тарта алмайды. Келесі суретте жылы радиаторына магнит тартылған. Сурет дұрыс па, әлде бұрыс па? Әрине дұрыс. Төртінші суретте магнитке тарақ тартылған. Қалай ойлайсың, бұл суретте бәрі дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес. Тарақ пластмассадан жасалған, ал пластмасса магнитке тартылмайды. Төмендегі суретте магнитті сәбізге апарды. Ол магнитке тартылып қалды. Бұл сурет дұрыс па? Жоқ, әрине, темірден жасалған сәбіз болмайды. Келесі суретте ойыншық аю магнитке тартылып қалды. Бұл суретпен не істейміз? Сызып тастаймыз ба, әлде дұрыс деп санаймыз ба? Сызып тастаймыз. Жұмсақ ойыншықтар мата мен мақтадан жасалған, ал олар магнитке тартылмайды. Соңғы суретте бұрағыштың магнитке тартылып қалғанын көріп тұрмыз. Бұл сурет дұрыс па, әлде бұрыс па? Бәрекелді! Бұл суретте барлығы дұрыс салынған. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз!